Қайырлы кеш, достар. Бүгін мен сіздерге керемет үлпілдеген қатпарлы пирогтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге керегі ұн. Ұнның үстіне холодильниктен алынған сармайымызды теркадан өткіземіз. Сармайымызды теркадан өткізіп болғаннан кейін оның үстіне сырымызды аламыз да сырды теркадан өткіземіз. Міне барлығын теркадан өткізіп болғаннан кейін жақсылап тұрып қолымызбен араластырамыз. Бір чымчым тұз саламыз. Бұл пирог кішкентай пирожки қылып та жасауға болады. Өте дәмді болып шығады. Өте жұмсақ, үлпілдеген, қатпарлы болып шығады. Жесеңіздер дәмі тілі үйреді, жей бергілеріңіз келеді. Таусылғанын білмей қаласыздар. Менің айтқаным осы рецепт бойынша жасап көріңіздерші. Мен соған кеңес беремін сіздерге. Өте дәмді болып шығады. Балаларға да жақсы шаймен ішкенге. Әбден үгітіп араластырып алғаннан кейін қолымызбен енді бір кішкентай 40 миллиграмм сүтімізді құямыз да жақсылап илейміз, бір-біріне қосып илеп мен 2 бөлікке бөлдім, 2 бөлікке бөлмей қойсаңыздар да болады. Холодильникке қойып қоясыздар сосын. Әрине менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Пищевая пленкамен ораймыз да холодильникке 15 минутқа қойып қоямыз. Ол холодильникте тұрған уақытта алмамызды жақсылап тураймыз. Жіңішке қылып және 4 бұрышты қылып жұқа қылып тураймыз алмамызды. Көбірек қонақтарыңызға да ұсынғанда өте керемет үлпілдеген болып тұрады. Қонақтарыңызға ұсынуға да болады. 2 есе қылып жасасаңыздар да болады. Және алмамыздың үстіне 2 қасық лимон согын, лимон шырынын құямыз. Және 2 қасық қантымызды саламыз. Корица бар болса, кішкене корица салсаңыздар болады. Мен өзім корицаны жақсы көремін. Салмасаңыздар да болады корицаны. Ішінде аздаған алманың дәні кетіп қалыпты, мен міне соны алып тастадым. Сосын жақсылап араластырып және тестамызды жаямыз. Жақсылап жұқалап жайылған тестаны домалақ қып кесіп, пирожки сияқты қып істесеңіздер де болады. Кішірек қып істесеңіздер де, үлкенірек қып істесеңіздер де болады. Менің каналыма әрине жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басуды. Пирожки қып істедім. Қалған екінші тестаны бөлінген пирог сияқты қып істедім. Солай істесеңіздер де болады. Әрине уақыттарыңыз тығыз болса, аз болса, осылай пирог сияқты астына жайып ап, үстіне жәнегі начинканы алмадан салып, бетін тағы да бір тестамен жауып 190 градусқа 25-30 минутқа қоямыз. Пока оның үстіне сүтті жағамызда, сүтті жағып, оның үстіне қант сеуеміз. Қантымызды сеуіп,
духовкаға 30 минут пісіріп аламыз. Міне піскен пирожкеміз дайын. Керемет болып шықты. Түрі де жақсы, дәмі де өте керемет. Міне ішін көрсеңіздер, іші қатпарлы, жұп-жұмсақ, үлпілдеген.